мамасы үшін ажырасады. Мөлдір Мұханның туған әпкесі ел естімеген шындықты айтты. Танымал продюсер Мөлдір Мұханның туған әпкесі Айгүл Мұхан әлеуметтік желідегі парақшасында жаңа жазба жариялады. Бұл туралы мәлім.kz сайты хабарлайды. Айгүл Мұхан Инстаграмдағы сторис бөлімінде ақын Ерболат Қарақойшының өлең жолдарын бөлісіп, көпшіліктің назарын аударды. Көкбеттікке жеткізсе шама күшін, таңғалмайық еркекке санасы үшін, біреу ажырасады мамасы үшін, біреу ажыраспайды баласы үшін деген өлеңді жариялады ол. Айгүл Мұханның бұл өлең жолдарын бөлісуі көп нәрсені меңзеп тұрғандай көрінеді. Сондықтан жұрттың назарын бірден өзіне аударды. Әрине, нақты кімді немесе қандай жағдайды меңзегенін өзі ғана біледі. Бірақ сөздің астары бар екені анық деп ойлаймын. Әлеуметтік желідегі мұндай ишаралы жазбалар қазір жиі кездеседі. Адамдар тікелей сөйлемей, эмоциясын өлеңмен, астарлы сөзбен жеткізгісі келеді. Бұл да бір өзіндік қорғаныс тәсілі сияқты. Дегенмен отбасы туралы, әсіресе ажырасу секілді сезімтал мәселелер жайлы әңгіме әр адамның жеке өмірі. Кім не үшін ажырасады, қандай шешім қабылдайды, ол сырт көзге толық көріне бермейтін күрделі процесс. Сондықтан мұндай жазбаларды да асыра талқыламай, әркімнің жеке таңдауымен тағдырына құрметпен қараған дұрыс. Желіде шу көбеймей, бәрі сабырға келіп тарқаса екен деген осындай тілегім бар.